Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әлемдегі кітап мұрағаттары мол кітапханалар және грамматикалық тақырыбымыз себеп-салдар үстеуі. Оқу мақсаты коммуникативтік жағдаятқа сай ресми сөздер мен тіркестер, дайын тіркестер мен терминдерді орынды қолданып, диалогке қатысу, ойын анық жеткізу. Бағалау критерийлері: диалог құрады, үстеу түрлерін орынды қолданып жазады. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын тақырыпқа, яғни кітап тақырыбына байланысты мен сендерге бір-екі қызықты мәлімет ұсынғым келіп отыр. Бұрынғы Батыс Германияда шығып тұратын «Конкрет» атты журналдың жылдың ең жаман шығармасына яки ең дарынсыз авторына беріп тұратын сыйлығы бар екен. Оны алған адам бұдан былай қарай мұндай кітап жазбауға және осы сыйлыққа келген ақшаға басқа бір мамандық алам деп уәде беруге тиіс екен. Міне қызық. Шри-Ланкада археологиялық қазба жұмыстарымен шұғылданған Америка ғалымдары әр парағы таза алтыннан дайындалған ғажап бір кітап тауып алыпты. Онда көне Үндістанның белгілі бір дастаны басылған дейді. Бұл қызығушылықты ояту тапсырмасы болды. Ал енді балалар, тақырыбымызға қатысты мәліметтерге көшейік. Бүгінгі біздің тақырыбымыз кітап қоры ең бай кітапханалар. Олай болса, сіздердің назарларыңызда Конгресс кітапханасы. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Сендер білесіңдер ме, бұл кітапхана қай елде орналасқан? Әрине, Америка құрама штатында. Дұрыс айтасыңдар. Бұл кітапханада 3000 адам жұмыс жасайды. 32 миллионнан астам кітап, 13 миллионнан астам сурет бар екен. Ал мынау британдық кітапхана. Керемет сәулет өнерімен ерекшеленетін ең бай кітапханалардың бірі. 150 миллионнан астам құнды ақпараттар, 25 миллионға жуық қолжазбалар сақталған екен. Ал мына кітапхана Ресей ғылым академиясының кітапханасы. Бұл Ресейдегі ең көне кітапханалардың бірі саналады. 1 Петрдің бұйрығымен салынған екен. Балалар, осы алынған мәліметтерді жинақтап, өздерің диалог құрыңдар. Диалогтарыңда себеп-салдар үстеулерін пайдаланыңдар. Тапсырманы орындауда сіздерге сәттілік тілеймін. Келесі сабақта кездескенше жақсы болсын. Сау болыңдар.